Құрметті көрермендер, мен бүгін сіздерді ең дәмді өрік сортымен таныстырамын. Бұл енді керемет шырынды сорт. Егерде осы өріктен адам жеп көрсе, басқа өріктерді, қандай абрикос болсын, өрік болсын, неше түрлі кез келген жегіңіз келмей қалады. Өте шырынды, өте дәмді. Бүгін бізде мына курага деп аталатын өрік сорты. Ірілігі де тамаша, дәмдік шырыны да тамаша. Және де бұл сорттың тағы бір қасиеті, бұл сортты кептіріп қысқа сақтауға болады. Қысқа ғана емес, кептірген кезде оны 2-3 жыл бойы сақтап қоюға болады. Сондай тамаша сорт. Мына жерде пісіп бастаған кезде мынандай болып мыжырла бастайды өзі. Ағаш бойында тұрып мыжырла бастайды. Одан кейін оны үзіп алып кептіріп қойса болады. Немесе осы күйі тұра берсе де осы ағаш бойында тұрып кебе береді. Бірақ та бұның өте шырынды болғаннан кейін бұлардың жаулары көп, мынандай аралар, неше түрлі құстар. Сондықтан да бұларды піскен кезінде жинап алып сақтап қойған дұрыс. Егер кептіретін болсаңыз, немесе басқа да нәрселер жасауға болады. Тамаша сорт. Мен көрген өріктердің ішінде, мен көрген абрикостардың ішінде ең тамаша сорт осы. Дәмдік шырыны жағынан осы піскен кезде балалар басқа абрикостарды бізде жемей қояды. Бұл сорттың ерекшелігі кештеу піседі. Әдетте сары өріктер бұдан бір ай алдын, 3 апта алдын бірден пісті де төгіліп қалады ғой, ешкім жинап үлгере алмай қалады. Мынау асықпай піседі, кеш піседі. Және де әлі де тұруға болады. Мына жерде 1 апта, 2 апта әлі де ағашта қойып қоюға болады. Егер де мынандай зиянкестер көп болмаса, біз алдыңғы жылдар қойып қоятынбыз, өткен жыл емес, оған дейінгі жылдарда осы жерде кәдімгі курағаға айналып кепкенше қойып қойған кездеріміз болған. Бірақ та соңғы жылдары, өткен жылдары бізде құстар өте көп шабуыл жасады, өте тәтті, бір дәмін біліп алса бұған өте қатты шабуыл жасайды. Ал енді биыл мына сияқты аралар, неше түрлі сондай зиянкестер шабуылдап жатқандықтан бұны біз жинап аламыз. Әртүрлі сақтауға болады. Кептір алсаңыз, бұларды кептіруге болады. Кептірмесе, бұлардан шырынды анандай варенье жасауға болады. Немесе осы піскен жемістерін жинап алып, соларды морозилкаға сол күйі салып тастаса, қанттың бұған қажеті жоқ. Өзі сондай шырынды, өте керемет сорт. Қазір мына жерде жиналған кішкене бөлігі бар, солардан да көрсетейін. Осы сияқты жемістер міне ірі, өте тамаша ірі. Одан кейін міне піскен кезде осылай мыжырая бастайды, өзі бір шетінен бастап мыжырая бастайды. Одан кейін осы дәнімен, ішіндегі дәнімен осы күйі кептірсе де болады. Біраз күн астына қақтап қойса, ол өзі кеуіп қалады, өзі соған кептіруге бейім сорт. Осы сияқты міне бұлай бір шетінен мыжырая бастады. Одан кейін толық бұл кебеді де, кейін банкаларға салып сақтап қоюға болады. Немесе мынаны өзі жұмсарып тұрған кезінде мына ішіндегі дән сығып шығарып тастап, мына еттің өзін кептірсе де болады. Бұның енді дәмін көрсеңіз өте тамаша сорт. Бұл ағаштың ерекшелігі ауырғанын көрген жоқпын. Осы бірнеше жыл бізде өсіп тұр. 10 жылдан асқан. Бізде мына бергі бұтақтарын қазір жинап алдық. Одан кейін ар жақтар әлі жинауға келіп тұр. Бұл жердің ерекшелігі ауру сырқауға бейім емес, төзімді. Жалпы сорт ауруға төзімді. Одан кейін кеш пісер жағы ол да тамаша. Және де бұл жерде күтім жағынан айта кететін нәрселер бар. 10 жылдан асқан өрік ағашы болса да, бұл жерге ешқандай саты, ештеңке қолданбастан бүкіл жемісін мына жерде тұрып мен жинап алып жатырмын. Өйткені бұл жерде жеміс ағаштарының дұрыс кесу жұмыстарының ол нәтижесі, күтімнің нәтижесі ол. Мына жерде қарап тұрсақ, бүкіл бұтақтар бұлай сыртқа қарай кеткен. Мына жерде мен мына 2 бұтақтың жемісін жинап алдым. Осы жерден қол жетімді бәрі. Осылай қолмен тартамыз да, кішкене ғана сыртқа қарай майыстырып тұрып, бүкіл жемісін жерден ешқандай саты қоймастан жинап алуға болады. Ол енді күтімнің
дұрыс болуы, ол жеміс ағаштарын жыл сайынғы кесу жұмыстарының дұрыстығы және де мына пішін берудің дұрыстығы бізге сол жеміс жинау жағынан көмектеседі. Абрикос курага деп аталатын осы өрік сорты өте тамаша сорттардың бірі. Менде бірнеше ірі өрік сорттары бар. Солардың ішіндегі мынау енді өте ерекше сорт. Одан кейін мына жерде бізде жас көшеті бар. Дәл осы сорттан жасап, теліп, бірнеше жыл бұрын осы жерге отырғызғанмын. Жас көшет осылай бағытта өсіп жатыр міне. Бұл да енді келесі жылы жеміске кіру керек. Келесі жылдан бастап бұл жерден де бұйырса жеміс жинаймыз деген сондай үміттеміз. Курага сортының ерекшелігі бұл жерде суыққа төзімді, үсіп қалған жағдай ешқашан болған емес. Қанша градус аяз болса да бізде үсіп қалған жағдай болған емес. Және де ауырған жағдай болған емес менде. Неше жыл осы жерде тұрса да өте жақсы, өте төзімді, шыдамды сондай сорттардың бірі. Және де дәмдік жағы өте ерекше. Айта кететіні, бұның дәмдік сапасы өте тамаша. Мынандай міне мұжырайып жатыр. Осы ағашта тұрып ақ өзі осылай мұжырайып бастайды, жиырылып бастайды. Одан кейін осы күйі тұра берсе, осы жерде тұрып ақ, мынау да міне мұжырайып жиырылып жатыр. Осы жерде тұра берсе, кеуіп ана курағаға айналып, осы жерден ағаштан ақ жинап алып, қазір мына жылып көрсетейін. Мынау да міне кеуіп бастаған белгісі. Мына жер мұжырайып жатыр. Мына жағында да сондай белгілер бар. Осыларды теріп алып, осылай кішкене жалпайтып, кішкене қысып, нелерге корзиналарға салып кептіріп алса, бірнеше күнде бұл кеуіп қалады. Содан кейін бізде тұрған жағдайлар болды. Біз ұмытып кеткенбіз, бір банкада тұрған 3 жылдан кейін де ашып қарасақ, ешқандай бұзылмаған, дәмі тамаша, сол күйі тұрған осы жағдай болды. Бір аз ғана бөлік, бір 3-4 түйірі, бір 10 шақты түйірі банкының түбінде қалып қалған. Сол 3 жылдан кейін ашқан кезде ешқандай дәмінде жоғалтпаған, ешқандай бұзылмағанда, сол күйі бұны бір кептіріп алғаннан кейін жылдап сақтауға болады деп айтып отырғаным сол. Ешқандай бұзылмайды екен, тұра береді екен. Өте тамаша сорт, шырыны өте тамаша, өте шырынды, өте дәмді. Осы күйі қолданса да болады. Балалар қазір бізде жеп жатыр осы күйі, пісе бастаған мына. Немесе қақ күйі сақтауға болады, немесе варенье жасаса болады, немесе осы күйі жинап алып, жинап тоңазытқыш емес, мұздатқышқа сақтатып, морозилкаға бұны қыс күні қолданса болады. Немесе пастелла сияқты неше түрлі тәтті сондай жемістен жасалатын нәрселерді дайындауға өте тамаша келетін сорттардың бірі міне. Біразын жолайық. Осындай сорт. Бүгін жай ғана осы сорт туралы обзор. Курага өрік сорты. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше, келесі жолы тағы да осы жеміс ағаштары туралы тағы да мәліметтер болады арнада бұйырса.